Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен алмалы шарлотка пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте керемет болып шығады, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, әппақ болғанша миксерлеп аламыз. Ақ көбік болғанша миксерлеп шығамыз. Массамыз дайын, оған қаймақ пен сұйық майды салып, миксерлеп шығамыз. Одан соң ұнымызды електен өткізіп, бір тіндеп салып аламыз. Жоғарыдан төменге қарай жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған қамырға ұсақтап туралған алмамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, жоғарыдан төменге қарай. Одан соң 22 сантиметрлік форманы алып, қамырымызды саламыз. Ағаш таяқшамызбен жақсылап араластырып шығамыз. Пирогтың беті әдемі болып шығу үшін алмаларды қойып, әсемдеп шығамыз. Енді пирогты 180 градуста қызып тұрған печке 60 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті, енді формадан шығарып аламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын.
Мінекей достар, пирогымыз жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Достар, видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк пен комментария қалдырыңыз.